Ассалаумағалейкум достар. Бүгін сіздерге ғұн империясы жайлы айтамын. Оны айтпастан бұрын құпия әлем каналына тіркеле кетеміз. Ссылкасы описанияда болады. Сонымен кеттік. Ғұндар. Көшпелі халық ғұндар тәңірлік дінді ұстанып, түркі жазуын тұтынған, сөйлеу тілі де түркі тілі болған. Тарихы біздің заманымызға дейінгі 1000 жылдықтан 2000 жартысынан бастап Еуразияның этникалық саяси тарихында Орталық Азияның көшпелі тайпалары рөл атқарады. Біздің заманымызға дейінгі 4-3 ғасырларда Қытайдың солтүстігі мен Орталық Азиядағы ғұндар деген тайпалар бірлестігі Соню Дунху пайда болады. Нақты айтқанда біздің заманымыздың дейінгі 209 жылы бой көтеріп, біздің заманымыздан 216 жылына дейін дәурен сүреді. Шаңырағын көтерген әйгілі Мөде Мото батыр біздің заманымызға дейінгі 209 жылы Мөде әкесін өлтіріп таққа ие болады. Оның заманынан бастап ғұн мемлекеті күшейе бастады. Атап айтсақ, біздің заманымызға дейінгі 188 жылы ғұндар өзіне Қытай императоры Гао дейді бағындырады. Хан династиясында ғұндарға салық төлеп тұруға белгілі Южит, Люпиді, Баяна, Хюсинді тағы да басқа тайпалардың жерін тартып алады. Ғұндар Байкаледина, Тибетке, Шығыс Түркістаннан Хуанке өзеніне дейінгі жерді мемлекет құрады. Оның әскері 300-400 мың болды. Мөде қайтыс болғаннан кейін өзара қырқыс басталады. Құлауы кезінде біздің заманымызға дейінгі 47 жылы ғұндар оңтүстік және солтүстік болып екіге бөлінеді. Оңтүстік ғұндар Қытай бодандығын қабылдады, ал солтүстігіндегілер орталық азиялық тайпалармен одақтасып батысқа кетіп өз тәуелсіздіктерін сақтады. Алайда үнемі Қытайдың қысымына түсініктерден Таянчанын асып өтіп қаңғыларға келеді. Бұл ғұндардың Орта Азия мен Қазақстанды алғаш қоныс аударуы болады. Екінші қоныс аударуы біздің заманымыздың 1000 ғасырында болған. 93 жылы Қытайлар ығыстырған солтүстік ғұндар тағы да батысқа қарай жылжиды. Ал олар Қазақстан территориясына арқылы батысқа бет алады. Бұл көшпелілердің Қазақстанның енуіне байланысты Шығыс Иранның қаңлы тайпаларының түріктенуі басталады. Біздің заманымыздан бұрынғы 1000 жылдығы бағысында Жетісу оңтүстік Қазақстан тайпаларының кескін келбеті Монғолиядан басталды. Ғұндар жергілікті тайпаларда бағындырып Сырдария бойы мен Арал өңіріне, орталық және батыс Қазақстанның аймақтарын барып басып енеді. Ғұндардың біздің заманымыздан бұрынғы 4 ғасырында шығыс және орталық Еуропа жеріне келуі 3 ғасыр уақыт керек болады. Ғұндар Рим империясына қауіп төндіреді. 5 ғасырдың 30 жылдары ғұндардың басшысы Атила Еуропа халықтарының үрейін ұшырады. 375-376 жылдары весейготтарды Қазақстан даласынан келген ғұндармен күресі және ежелгі Рим империясының құлауына әкеледі. Шаруашылық мәдени тілінің негізгі көшпелі мал шаруашылығы, мол өсіру, әсіресе жылқы өсіру басты рөл атқарады. Сондай-ақ қой өсіру, аң аулау, егіншілік дамытады. Ғұндардың қолөнер кәсібі күшеюі дамыған. Металдан, сүйек пен мүйізден, тас пен саздан, ағаштан, керамикадан жасалған сауда дамыған. Жібек маталар, айналар, неграйттар істелген бұйымдар көрсетеді. Қоғамы патриархалдық рулық қарым-қатынастардың белгілі өте күшті болған. Ғұндар 24 руға бөлінген. Олардың басында ағамандар тұрған. Ағамандардың кеңесі мен халық жиналысында жұмыс істеген әскери тұтқындарға құралған құлдар да болған. Жазба деректерде ғұндарды қоғамдағы үкімет белгісі туралы мәлімет те қалдырған. Елдің Шаню басқарған, одан кейін түмен басылар болған. Ғұндардың қоғамында мал мен жерге жеке меншік пайда болуы тұрпайы бюроктардың ақпараттық құлауы, алым-салық жазудың болуы, таптық қоғам мен мемлекеттің пайда болуын туғызады. Ғұндардың южилермен, Қытаймен, үйсіндермен, қаңлылармен қарым-қатынасы. Ғұндардың южи тайпасымен күресі ғұндардың жеңісімен аяқталады. Южилер тек біздің заманымызға дейінгі 174-165 жылдарда түркілікті талқандалады. Нәтижесінде южилер Орталық Азияға шегініп, Әмударияның жоғарғы ағысына жылжиды. Ғұндардың бағындардың арасында үйсіндер де бар еді. Қытай жазбаларында 36-ға жуық көрші ұлыстардың бағындырылғандығы айтылған. Мөдесі біздің заманымызға дейінгі 174 жылы қайтыс болады. Мөденің баласы Лаушан тұсында южилер тасталқан болып жеңіліп, олардың бір бөлігі Жетісудан мемлекет етеді. Жетісудағы сақтардың бір бөлігі южилердің қатысымен Ферғананы басып өтіп Фарвия бактерияға жылжып, келесі бір бөлігі Афганистанның солтүстік Үндістанға, Кашмирге өтіп кетеді. Үлкен южилер Жетісудың 30-40 жылы шамасында ғана мейімдене алады. Кейіннен Жетісуды үйсіндер южилерден тартып алады. Ғұндардың әскери
көмегімен арқасында үйсіндер осылайша жетісуға орналасқан болатын. Батысқа қарай ығысқан южилер бактерияны өзіне бағындырады. Олардың енді бір бөлігі үйсіндермен араласып кетеді. Ғұндар мен Қытай арасындағы айырбас сауда жүріп тұрады. Бұл әсіресе ғұндардың тиімді еді. Біздің заманымызға дейінгі 158 жылы шекарада сауда көздерінің кеңейту мақсатында Тәңірқұтты Қытайға қарсы соғыс ашты. Біздің заманымызға дейінгі 152 жылы ғұндармен тағы сауда жөніндегі шартты қол жеткізеді. Шекаралық аймақтарда сауда орындары ашылады. Сонымен қатар Гобиден оңтүстікке қарай жыл қайтарып алады. Біздің заманымызға дейінгі 133 жылы ғұн-Қытай соғыстарының жаңа кезеңі басталады. Ғұн бұл жолы соғысты қытайлықтарды бастайды. Әскери қимылдар бұрынғы ғұн аумағында ауысады. Соңғы ұрыста 90 мың ғұн әскері талқандалады. Біздің заманымызға дейінгі 90 жылдарды қақтығыстарда 70 мың Қытай әскері ғұн әскерін жеңе алмады. Өз күшімен ғұндарды жеңе алмайтындығына көз жеткен Қытай билеушілері енді 20 жыл үзілістен кейін батысқа көшпелі тайпаларды ғұндарға қарсы айдап салуға кірісті. Біздің заманымызға дейінгі 71 жылы ғұндарды бағындырған елдер өз жағасына тарата бастады. Солардың қатарында үйсін билеушісінің елшісі жіберіліп, нелік байланыстар орнатады. Ғұндар да қарсы қалмай өз кезегіне үйсіннің күнбейіне гомасына бір қызын береді. Ал ғұндар мен қытайлар арасында текетірес одан әрі жалғаса береді. Ғұндардың енді қытайлықтардың одақтасы үйсіндермен кек алуда кіріседі. Үйсіндердегі Қытай ханшасының император сарайына хат жолдап үйсіндерге көмек беруін талап етеді. Қытайдың 100 мың атты әскері ғұндарға қарсы аттанады. Үйсіндердің өзі 50 мың әскер шығарады. Біріккен үйсін Қытай күштеріне қарсы тұра алмаған ғұндардың 39 мың беделді адамы қолға түседі. 700 мың малды жаудың қолына қалады. Бұл ғұндар үшін орны толмас ауыр соққы болады. Біздің заманымызға дейінгі 71 жылы үйсіндерге қарымта шабуылға шыққан. Ғұндарға шығыстан дунхулар, батыстан үйсіндер шабуыл жасайды. Ғұндардың әскері ауыл жеңіске ұшырайды. Бүкіл малдардың тең жартысынан айырылады. 1/3 бөлігі ұрыс алаңында қаза табады. Адамның 10 бөлігі аштан өледі. Қытай әскерлері де 3 бағытқа шабуылдап мыңдаған әскерді тұтқынға түсіреді. Қытайлардың ғұндарға қарсы көршілерін айдап салуын жалғастыра береді. Ғұндардан тартып алған жер әскери еңбек армияларын орналастырады. Біздің заманымызға дейінгі 59 жылы Қытай батыс өңірлерін басқаратын орган құрады. Ендігі ғұндардың өз ішінде еді ірткі басталып билікке талас туған еді. Билікке таласудың ішкі сыртқы дағдарыстары ғұн мемлекетін ыдыратып, біздің заманымызға дейінгі 55 жылы оңтүстік және солтүстік болып екіге бөлінеді. Хуанне Шаню бастаған оңтүстік топ Қытаймен бейбіт қарым-қатынас орнатады. Ал Жиши бастаған ғұндар солтүстік бөлігі Қытайдың қысымына батысқа ауады. Біздің заманымыздан бұрынғы 3 ғасырдың бірінші жартысында Шығыс Қазақстан мен Жетісуға келген ғұн тайпалары 5 ғасырға дейін өмір сүрген. Юбей мемлекетін құрады. Бұрынғы солтүстік ғұндардың ұрпақтары болып саналатын аталмыш мемлекет дәстүрлі Тәңірқұттың атағын алады. Дайректердің юзиби тілінде ежелгі түркі тілінен жақын болғандығы туралы мәлімет бар. Қосымша, ғұндар ежелгі дәуірдегі тайпа одағы түрік халықтарының арғы тегі. Біздің заманымызға дейінгі 1000 жылдықта қалыптасқан. Бастапқы кезде солтүстік Қытайдан Монғолияға, Байкөл өңіріне дейін қоныстанған. Ежелгі Қытай жылнамаларында ғұндар Губей, Фан, Гюн, Рун, Ю, Ю, Чан, Ю, Чунсну секілді тағы басқа атаулармен берілген. Біздің заманымызға дейінгі 3 ғасырдың соңына қарай ғұндар бірігіп әскер бөлініп, олардың ел ағасы бек билейді. Әрбір рудың көшпелі жүретін өз жері болады. Жоғарғы билеушісі Тәңірқұт лауазым иемденген. Қытай деректерінде ғұндардың жоғарғы билеушісі Шаню деп аталады. Ғұндардың өміріне көшпелі мал шаруашылығы басты рөл атқарады. Жылқысының асыл тұқымдарын өсіріп, ат баптауын жетік меңгерген. ғұндардың ішкі отырықшы болып өсіреді. Ғұндар дәнді дақылдардың ішінде тарыны көп өсірген. Қолөнер мен бейнелеу өнері жоғарғы деңгейде болған. Зергерлік өнердің филхорым стилінде дүниеге келген. Ат үстінен ойындарының негізін салған көк түріктерінің тобының ата-баба рухына сыйынған. Өздерінің дәстүрлі құқық жүйесін қалыптастырған. Оның негізінде мыналар көзделген. Ұрлық жасап
кінәлі болғанның жері алынады. Шайқаста жазудың басын шауып алған немесе оны тұтқынға алған адамға бір кеспек шарап сыйлайды. Қолға түсірілген олжа сойған беріледі, ал тұтқынға алынғандар соның құлдары мен күңдері етіледі. Ұрыс алаңында қаза тапқан адамның сүйегі кім өкілсе оның отбасына бүкіл мүлкін сол алады. Ғұндар өз арасында қылмыс жасап айыпты болғандардың бетін тілінген беттің тырнағы бұрынғы қанмен білдіріліп тұрғындықтың одай адамға қайта қылмыс жасауға батылы бермеген. Себебі келесі жазылғанда өлім жазасына кесілген. Ғұндар соғыс тұтқындарын құл қылып, олардың үй қызметшілерінің бақташылар, қолөнершілер және жер жартушылар ретінде пайдаланған. Ер азаматтардың барлығы дерлік қатардағы жауынгер саналған. Ғұндардың әскерінің негізгі атты әскерден тұрады. Салт атты жауынгерлердің қару-жарағы садақ, семтер, қанжар, найза, бұғақлық, ұрық, ғұндардың жаугерлік құдіретін салдырған. Ғұндардың күшеуі мемлекет болып отыруы қытайлықтарға ұнамады. Олар ғұндарды әлсіретудің жолын іздеді. Біздің заманымызға дейінгі 209 жылы ғұндарда мүде басқарады. Мүденің билік еткен алғашқы жылдарында өздеріне ақ жасап күрете соққы береді. Кескілерден күресте әскери саяси қуатты басым хан әулетінің ғұндардың ордасы көшіп жүретін жерлерінен дәмеленуін бас тартуға мәжбүр етті. Хан императоры Гао Сиз мүденің алдында бас иіп, онымен тыныштық жасау, туыстық туралы шартқа қол қоюға мәжбүр болады. Бұл шарт бойынша ол мүдеге өзінің қаншасын әйелдікке беруге және оны жыл міндеттен кейін сол сылықты үнемі төлеп тұрады. Шығыста мүде шығыс ху тайпаларын бағындырады, ал оның құрамында шамамен алғанда Керулан және оның алқаптарының мекендеген Санаби және Хуахан тайпалар кіретін еді. Батыстағы Ренджу тайпаларының жорықтары жасалады. Бұл кезде қазіргі Хорияның Тибетке және шығыс Түркістаннан Хуанкенің ортағысына дейінгі созылып жатқан аумақ ғұндардың қол астына түсті. Біздің заманымыздың 201 жылында жорыққа ғұндар Алтай тайпасының түгелдей дерлік бағындырады. Біздің заманымызға дейінгі 177 жылға қарай Тынық мұхиттан Каспий тауының жағалауына дейінгі жерлерді өздеріне қаратады. Осылайша ғұндар мемлекет құрамына Дунху, Юруджи, Гюян, Қырғыз, Үйсін, Қаңлы тағы басқа тайпаларды кіреді. Біздің заманымызға дейінгі 1 ғасырдың орта шеніне қарай империяға айналған ғұндар мемлекеті толассыз қанды соғысқа ұшыратуға түскен. Так таласының бір орталыққа бағынғысы келмеген күштерінің әсерінен әлсірей бастайды. Нәтижесінде біздің заманымызға дейінгі 56 жылы Хуанке бастап оңтүстік және Жуджан шөже басқыншылық еткен солтүстік топтарға бөлінеді. Оңтүстік Ордес өзенін мекендеп қалады. Да солтүстік ғұндар өз тайпаларының қысымен Саян және Байкал өңірінің ығысты. Біздің заманымызға дейінгі 49 жылы Жижишан хан империяның боданына айналған оңтүстік ғұндардың жерін басып алуға сол арқылы бірлікте әрекеттің нәтижесінде шықпады. Солтүстік ғұндардың Дилиана тайпаларының бірлескен одағы талқандалады. Жеңіліске ұшыраған солтүстік ғұндардың бір бөлігі 5 ғасырдың оңтүстік Қазақстан мен Орта Азияға өз мемлекеттерін құрып, Афганистан, Иран, Үндістанның біраз бөлігін жаулап алады. Хан империясының бодандығының оңтүстік ғұндар 304 жылы көтеріліс нәтижесінде Лео ханның өзі мемлекетін құруға мүмкіндік алады. 318 жылы Лео хан мемлекетті үлкен Жожо және кіші Жожо болып екіге бөледі. 329 жылы кіші Жожо үлкен Жожонан және де солтүстік Қытайды бағындырады. 350 жылы шыққан тегі Қытай болып келетін кіші Жожоның қолбасшысы Жан Мен мемлекет билігін тартып алып, кіші Жожодағы ғұндардың көп бөлігін қырып тастайды. Бұл көп ұзамай кіші Жожоның құлауына әкеліп, енді оңтүстік ғұндар 4 ғасырдың соңына қарай қайта күшеюіне түсті. 5 ғасырдың бас кезінде олардың әйгілі қолбасшысы Ляо Хэлян Бюбасия патшалығын, ал Мян Су көсемі Велиахат патшалығын құрады. Ордос пен Сун көсемі Вейлянның патшалығы құлады.